Қайырлы күн оқушылар, 7-ші сыныптың 9-шы бөлімі 3-4 сабағымен жалғастырамыз. Қазақтың батыр қыздары деп аталады бұл бөлім. Бірінші тапсырмадан бастасақ, сұрақтарға жауап беру керек. 3 сұрақ бар. Қазақтың батыр қыздары кімдер? Олар соғыста қандай ерлік көрсетті? Олардың ерліктерін еліміз қалай құрметтейді? Мінекей осы сұрақтардың жауабын сіздерге орындауға, табуға көмектесіп көрсем. Біріншісі, Қазақтың батыр қыздары ол әрине Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Хиуаз Доспанова. Және екінші сұрақ, олар соғысқа өздері сұранып барып, дұшпаннан тайсалмай, елін жерін қорғады, ерлермен қатар жүріп, қаһармандықпен отан үшін соғысты, отан үшін жанын пида етті деп айтсақ болады. Және үшінші сұрақ, еліміз батыр қыздарымыздың ерлігін құрметтейді, олардың туған жерлерінде аймақтарға есімдер берілген, яғни ескерткіштер қойылған. Қазақстанның көптеген қалаларында осы Әлия, Мәншүктердің, Хиуаз Доспанының ескерткіштері бар. Елімізде батыр қыздарымыздың атында мектептер, көшелер, әуежай бар екендігінде міндетті түрде айту керек. Сонымен қатар біздің халқымыз осы батыр қыздарымызды құрметтейтін тағы бір белгісі, олардың музейлері ашылған және бірнеше фильмдер олар туралы түсірілуде. Үшінші тапсырма, суреттегі қазақтың батыр қыздары туралы әңгіме құра дейді. Енді әңгіме дегенде бұл қыздар туралы батыр апаларымыз жөнінде олардың биографиясы, яғни өмірбаянын сіздерге келтірдім. Осының ішінен осы батыр қазақтың қыздары туралы негізгі ақпараттарды алсаңыздар болады. Енді бірінші суретте ол өзімізге белгілі Әлия Молдағұлова, мерген, сұр мерген деп айтады. Осы ұлы отан соғысында батырлығымен көзге түскен қазақтың қос шынарының бірі. Екінші суретте Мәншүк Мәметова. Мәншүк Мәметова Батыс Қазақстан облысында Бөкей ордасында дүниеге келген. Бұл мына Орал маңы, азан шақырып қойған есімі Мәнсия екен. Осы сияқты Мәншүк Мәметов жөнінде мінекей толық ақпаратты осы жерден ала аласыздар. Және 5-ші тапсырма, балалар 4-ші тапсырманы орындамадым, өйткені ол оқылым мәтініне байланысты. 5-ші тапсырмада Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметов жөнінде презентация, яғни таныстырылым жасау керек. Мінекей сіздерге таныстырылымда суреттерді пайдалансаңыздар болады. Біріншісі, мысалы, Әлия Молдағұлованың соғыстағы мамандығы, қызметі жөнінде, ол кісі мерген болған. Екінші суретте Әлия Молдағұлованың Астана қаласындағы ескерткіші, сонымен қатар Әлия Молдағұлова туралы ақпарат қысқаша. Мінекей оның астында оның музейге қойылған дүниелері, жеке заттары, киімдері және Әлия Молдағұлова туралы Жауқазын ғұмыр деген документалды фильм түсірілген болатын. Сол жөнінде жазсаңыздар болады. Және Әлия Молдағұлова жөнінде кітаптардың шығарылуы, яғни келешек ұрпаққа осы батыр қызымыздың есімін қалдыру үшін, жадында сақтату үшін осындай жұмыстар жүргізілуде. Және сол 5-ші тапсырманың жалғасы Мәншүк Мәметованың суреті, презентациясы, яғни таныстырылымы жөнінде айтатын болсақ, ол туралы Үзілген моншақ деген фильм түсірілген және ол кісінің есімі халықтың жадында. Ол кісінің мінекей мемориалды даңқ аллеясы ашылған бұл кісінің атында. Сонымен қатар ол кісінің негізі өзінің қолданған пулеметі Оралдағы музейіне қайтарылған екен. Сол туралы жазсаңыздар болады. 6-шы тапсырма, мәтінді оқып, мәтін бойынша бірнеше сұрақ дайындаңыздар дейді. Яғни осындай 4 сұрақ сіздерге дайындадым. Осы мәтін мазмұны бойынша қосымша басқа сұрақтарды әрине өздеріңіз қосып жаңағы жазсаңыздар болады. Мәншүк Мәметова мен Әлия Молдағұлова соғыста қандай қызмет атқарды, яғни мамандықтары қандай? Бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, соғыс біткен соң қанша жылдан кейін Хиуаз Доспанованың ерлігі анықталды? Бұл кісі Атырау облысында дүниеге келген. Соңғы жылдары бұл кісінің ерлігі анықталған. Хиуаз Доспанова жау шебіне қанша рет ұшып шықты? Және еліміздегі ең жоғарғы марапат, халық қаһарманы марапаты кімге берілді деген осындай мәтін бойынша сұрақтар. 7-ші тапсырма, мәтіндегі ақпаратты 4 сөйлем тәсілін пайдаланып айт дейді. Мысалы, пікір, дәлел, мысал және қорытынды ретінде сіздерге бұл образец дейді ғой, үлгі ретінде мен сіздерге осы нені жауапты ұсынып отырмын, бірақ басқаша етіп, өзгертіп, өздеріңіз басқа пікірді қолданып жазсаңыздар болады. Осы жаңағы мәтіннің негізінде болса болғаны. Сонымен осыны оқып шығыңыздар. Сіздердің
жаңағы сіздерге сай келсе осындай етіп жазсаңыздар болады. 8-ші тапсырма Хиуаз Доспанова туралы ақпарат жина дейді. Мінекей сіздерге Хиуаз Доспановның өмірбаяны, қай жерде оқыған, сол туралы ақпарат осындай. Сіздер қосымша әрине интернеттен басқа да ақпарат көздерін пайдаланып мәліметтер тапсаңыздар, қосымша айтып, жаңағы жинап жазып алсаңыздар болады. Бұл кісінің суреттері өте көп интернетте. Және осы ақпаратты қосымша пайдалансаңыздар да болады. Мінекей 9-ші тапсырма қаһарман сөзіне кластер құрап, олардың дәлдеп айт дейді. Қаһарман сөзіне қандай жаңағы біздер сөздерді синоним ретінде аламыз. Ол батыл, батыр, жүк жұтқан деген фразеологизм қосуға болады. Қайсар, ер, ержүрек, бұлардың барлығы қаһарман сөзіне сәйкес келеді. Енді барлығының мағынасы елі үшін жанын пида ететін, ештеңеден қорықпайтын, тайсалмайтын, сондай батыр адамды біздер қаһарман адам дейміз. Сондықтан енді анықтамасы, жалпы сөздің мағынасы осындай. Сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар. 10-ші тапсырма 5 саусақ тәсілі арқылы сұрақтарға жауап жаз дейді. Енді қандай дүние үйрендік, қандай адамдарға неге көмектестім, не істедім, өзімді қалай ұстадым, сезіндім, маған сабақ несімен ұнады деген сияқты сұрақтарға енді осылайша жауап берсеңіздер болады, балалар. Бұл әрине 5 саусақ тәсілі тек қана өз беттеріңізше орындайтын тапсырма, сондықтан бұны тек үлгі ретінде алсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз болса, түсінбеген тұстарыңыз болса, балалар міндетті түрде комментарий қалдырыңыздар. Комментарий қалдырғанда тағы бір сіздерге ескертіп айтатыным, сауатты жазып үйрену керек, балалар. Кейде сіздердің комментарийлеріңізден не сұрап тұрғандарыңыз түсінбеймін. Бұл каналдың енді өзі қазақ тіл білімі, сауаттылық туралы болғандықтан таза сауатты жазып үйренейік.